Саламатсыздар ма? Бүгін кешке ерекше ас дайындайтын боламыз. Кешкі асымызға осы тағамды жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Қазанға су құйып, қайнатып дайындаймыз. Қайнаған суға капустамызды саламыз. Капустаны осылай жапырақтап алуымыз қажет болады, жапырақтарын. Мен бұл жерде капустаның ортасындағы өзегін ойып алып тастауды ұмытып кетіптім. Сондықтан алу қиын болып жатқандықтан капустаның өзегін аламыз. Судан шығарып, капустаның ортасын ойып, қайта саламыз. Міне енді капустамыз жылдам алына береді. Жапырақ болып бөлініп шығады. Бұл жердегі енді бір ерекшелік, капустамыз неғұрлым жұмсарып пісіңкірегені дұрыс болады. Екінші капустамызды салып жатырмық, өйткені біз екі бас орташа капуста алып отырмын. Осылайша екінші бастан да өстіп шығарамыз. Жапырақ аламыз. Капустамыз үлкен жапырақтарын алып болғаннан кейін осындай ортасындағысы қалып кетеді. Ол еш нәрсе етпейді. Енді осындай кішкентай ыдысқа 3 ас қасық май құйып, жуылған күрішті салып, шамалы қуырып аламыз. Үстінен тұзымызды саламыз. 1 ас қасық тұз салып, қуырып, осындай бокалмен 1,5 бокал су құйдым мен. Күрішіміз 450 граммдай күріш. Енді қақпағын жауып бұқтыруға қойып қоямыз. Фаршымыз 700 грамм фаршқа 300 грамм пиязды саламыз. 1 ас қасық тұзбен 1,5 қасықтай қара бұрыш, әркім өз қалауынша салады. Осылайша араластырып дайындап аламыз. Фаршты әрине әркім өз қалауынша дайындайды. Бұны әйел адамдардың барлығы фарш дайындауды біледі. Капустамызды жаңағы қайнақ судан алынған капустаны осылайша өзегінен қалың жерін алып тастаймыз. Үсіп кесіп дайындап аламыз. Өйткені біз қазір капустаны күтетін боламыз. Соған кедергі болмас үшін осындай қалыңын алып тастаймыз. Енді табағымызға үсіп 4 жұмыртқаны салып, қалауыңызша тұз саласыз, араластырып дайындап аламыз. Табамызға май құйып, осылайша капустамызды салып қуырамыз. Жұмыртқаға аунатып, жаңағы 4 жұмыртқамызға осылай аунатамыз, капустаны дайындап алған. Сөйтіп қуырамыз. Ал енді жапырақ капустамызға фарш саламыз, қалыңдамай саламыз. Өйткені пісу қиын болып қалады. Арасында ет шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан шамалап салып, өз қалауларыңызша осылай бүктеп дайындап аламыз барлығын. Капустамыз осы екінші бетін аунатып қуырамыз. Бір айта кететін жайт, бетін қақпақпен жауып қоюға болмайды. Суы бөлініп, жаңағыдай неғып кетеді, сорпасы шығып кетеді. Қақпағын жауып қоюға болмайды. Осылайша екі бетін әдемілеп қызартып аламыз. Жұмыртқамызға үсіп аунатып дайындап болған капустамызды, голубцымызды салып қуырамыз. Өте дәмді, ерекше
орысша сочный дейміз, сулы, әдемі болады. Жегенге ерекше дәмді. Голубцымыз осындай қуырылған. Осылайша қайталаймыз. Әрине, голубцымыз біткенше осылай қайталап қуыра береміз. Дайын болған күрішімізді осылайша пиалайға салып, аударып, төңкеріп, ыдысымызға саламыз. Міне, 2 голубцымыз салып, үстіне осылайша подлив дайындасаңыздар болады. Өйткені күрішті құрғақтай жей алмаймыз. Пиязымызды, укробымызды сеуіп дайындаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырыңыздар.